Камера тұрма не достар? Ё-майо достар, камера. Лабубудың ішінде камера тұр. Лабубу жай қуыршақ па, әлде ішіне жын кірген қуыршақ па? Сәлем достар, сіздермен бірге мен мистер Жансар арнасы. Қош келдіңіздер. Бүгін мен сендерге Лабубудың шындығы жайлы айтатын боламын. Онымен қоймай, видеоның соңына Лабубуды ашып тексеретін боламыз. Яғни айтқанда, осы айтылған сөздердің бәрі рас па? Сондықтан соңына дейін көреміз. Видео қосылмай жатып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып кетеміз. Ал біз бастаймыз. Лабубу 2015 жылы шыққан болатын. Жалпы айтқанда оны Лун Касин есімді қытайлық азамат шығарды. Басында ол сурет болған болатын. Яғни айтқанда оны суреттеп шығарған болатын. Ол қорқынышты стильде шықты. Бірақ түріне қарасақ сүйкімді секілді. 2019 жылы Pop Mart атты компания Лабубуды сатып алады және оны ресми түрде жарыққа шығарады. Лабубу енді жарыққа шын қуыршақ болып дүниеге келді. Достар, сіздерге бір қызықты факт айта кетейін. Лабубу тек бір түстен тұрмайды. Яғни айтқанда оның әртүрлі түсі бар. Оның танымал болуына да осы себепкер. Оны алдағы уақытта айтатын боламын. Лабубудың танымалдылығы. Келдік ау әйтеуір. Лабубудың танымалдылығын айта кетсек, жалпы айтқанда 2024 жылы сіздер білетін әлемге танылған Blackpink атты топтағы Лиза атты қыз бұл Лабубумен көшеге шығады. Жай көшеге шықпай, оны сөмкесіне ілдіріп шығады. Оны адамдар суретке түсіріп алады. Яғни айтқанда Лизаның өзін түсіреді. Сол жерде адамдар Лабубуды қызу тақылға сала бастайды. Лабубу өте сүйкімді көрінеді деген жақсы пікірлер кете бастайды. Лабубудың түрі өте зұлым болып көрінгенмен, оны адамдар жақсы көрді. Ал достар, сіздерге бір қызықты факт айтайын. Лабубуға өте қатты ұқсайтын қуыршақ бұл Чебурашки деген мультфильмдегі қуыршақ достар. Чебурашки мультфильмдегі қуыршақты білмесеңіз, мына жерге суретін шығарып қоятын. Автор бұл қуыршақтан шабыт алып істеді ме, әлде Лабубуды өз ойынан істеді ме? Комментарияға жазып кетеміз. Осы Лизаның әрекетінен бастап, басқа да танымал адамдар Лабубуды киіп фотоға түсе бастайды. Лабубу өте қатты танымал болады. Өздеріңіз білетіндей, бұл Қазақстанға да келіп жетті. Лабубу қазір жаңалықтардан шығып, әлемдік рейтингті басып тұр десек те болады. Яғни айтқанда трендті алып тұр. Әрине бұл тек қана басы достар. Достар, мен сіздерге Лабубудың әр түстері жайлы айтып кетейін. Жалпы айтқанда Лабубудың көп деген түстері бар. Соның ішінде интрига тұрғызатын түстері де бар. Лабубудың бұндай танымалдылық әкелуі достар неде деп ойлайсыздар? Өздеріңіз қарап көріңіздерші. Лабубудың танымалдылығы ол оның түсінде. Қалай сонда деп жатқан шығарсыздар достар. Әрине бұл жерде осындай сұрақ пайда болады. Оған жауап: Лабубуды әртүрлі қорапшасы болады, бірақ оның ішіндегі сіз Лабубуды білмейсіз. Ол қандай екен, ол мысалы секретный болып қалу мүмкін, немесе әшейін Лабубу болуы мүмкін. Сіз Лабубуды алдыңыз, және ол қандай цветтегі Лабубу болып шықты? Комментарияға жазып кетіңіздер. Лабубу осымен ерекшеленеді. Жалпы айтқанда бұның әртүрлі түрлері шығып кетті. Ал достар, сіздер білдіңіздер ме? Лабубудың бағалары өте масқара десек те болады. Себебі Лабубу өздеріңіз білетіндей мына өте көп ақшада сатылады. Заказбен немесе неғып базарда ала салмайды екен, 4 мың теңге тұрды. Ё-майо. Қалжыңдаймын. Короче айтқанда достар, бұл жерде қорқыныштылардың бірі Лабубудың шын фанаттары. Даже достар, бұл Лабубу үшін барын беруге дайын тұрады. Мысалы, мына видео оған дәлел. Көрдіңіздер ме достар? Лабубу үшін өлетінде, жаным беретінде фанаттар бар екен. Әрине достар, бұл ондай киелі қуыршақ емес. Бірақ та несіне қызығады екен, оны әлде түсінген жоқпын. 2025 жылы адамдар Лабубуды қайтадан қызу талқыға салды. Неге екенін білесіздер ме? Оған себепкер болған осы видео. Көзінде камерасы бар Лабубу. Сізді қорқытпай ма? Мүмкін ойлаңыздаршы достар. Сіз ұйықтап жатырсыз, ал Лабубу қасыңызда. Сіз Лабубудың үлкен фанатысыз. Ал бір кезде оның көзі жанады. Бұл ешқандай да тіріліп кету емес. Просто оның көзінде камера бар. Камера арқылы мүмкін біреу сіздерді бақылап отқан шығар. Ойлаңыздаршы.
Иә, бұл видео адамның денесін тітіркендіреді. Лабубудың әлі ашылмаған сырлары көп достар. Ал ең қорқыныштысы достар, 2025 жылы Бруни атты испанец бала Лабубуды өзіне алады. Ата-анасы оған сыйлайды, бәрі керемет, бәрі қуанышты. Ал 5 күн бойы ол ұйықтай алмайды. Достар, ол Лабубуды алғаннан бастап, сол күннен бастап достар ұйықтамады. 5 күн бойы ұйықтамады достар. Басында ата-анасы оны дәрігерге қаратып көруді ұсынған болатын. Дәрігерге қаратты, бірақ ешқандай ауру табылған жоқ. Ешқандай диагноз қойылған жоқ достар. Ал одан кейін ата-анасы оны уайымдап бастады. Баланың жағдайы күннен күнге нашарлады. Ал бірақ бұл жерде қорқыныштысы, Лабубу әр түн сайын өз орнын ауыстырып отырды. Яғни айтқанда, бір күні сіздің қасыңызда, ал екінші күні ол кухняда, үшінші күні ол қонақ бөлмеде болды. Ата-анасы бір-бірінен күдіктеніп, сен қойдың, мен қойдым деп жүргенде камера қоюды ұйғарған болатын. Камераны қойды Рунидің бөлмесіне. Ал бұл жерде ең қорқыныштысы, олар таңертең ұйқысынан тұрды. Бәрі жақсы, Руни ұйықтаған. Оған қуанышты, бірақ ата-анасы камераны ұмытып кеткен. Камераны көруді бастады. Бәрі жақсы, Лабубу өз орнында, бірақ бір сәтте Лабубу өз орнынан кішкене жылжи бастайды. Ойлаңыздаршы достар, Лабубуларыңыз түнде өз қастарыңызда жылжыса, бұл оның ішінде жын бар деп ойламайсыздар ма достар? Оның ішінде мүмкін жын бар ма? Соны қарастырайық. Әңгімені жалғастырамыз. Одан кейін ата-анасы не істейді? Ата-анасы өте қатты қорқады және бұл видеоны интернетке салады. Интернеттен көрулеріңізге болады достар. Интернетке салғаннан кейін Лабубудың бейнесі өте көп тарап кетеді. Бұл оның достар танымалдылығына әсер етпей, одан сайын көтермелеп жібереді. Яғни айтқанда, адамдар оны сынақсы келіп, оны тез арада сатып алуды жөн көреді. Достар, мен сіздер үшін Лабубуды сатып әкеліп тұрмын. Ал енді достар, біз оның ішін ақтарып, шынымен де жын бар ма? Оның көзінде камера бар ма? Олар бізді аңдап отыр ма? Кімдер олар екенін анықтайтын боламыз. Сіздер осы кезге дейін көргендеріңіз үшін өте көп рахмет. Видеоға лайк басып отырыңыздар. Арнаға тіркелеміз. Ал енді біз бастаймыз. Лабубуға распаковка жасайтын боламыз. Бұл жерде мен вообще ештеңе байқап тұрған жоқпын. Ешқандай достар, жай ойыншықтан айырмашылығы жоқ сияқты. Бірақ енді біз ашып Лабубудың шын құпиясын ашып көретін боламыз. Көреміз өз көзімізбен достар, бәрі шынайы болатын болады. Ал енді кеттік, ал саған қараңыздаршы. Оп, аштық, бісміллә. Достар, Лабубуды аштық. Ё-майё, қандай цвет екен достар, мен білмеймін әлі. Пока что саған өте керемет ойыншықтар қолында. Өте керемет достар, өте керемет. Мінекей Лабубу бізде, Лабубу қуыршағы. Достар, міне артын көрсетейін, алдын көрсетейін. Енді бұл қуыршақты ашып көретін боламыз. Дайынсыздар ма? 1, 2, 3. Бірінші мына жақтан бастаймыз. Бісміллә деп бастайық. Хоп, қағаздың коробканың ішінде бір танысатын заттар жоқ екен. Саған достар, ё-майё, бізде деген ё-ны күшті ғой. Достар, қараңыздаршы, бізде қазір жасыл түрі шыққан болатын Лабубудың. Мына жаққа қояйық. Ой, Петр. Достар, мінекей бұл Лабубудың летін түрі десек те болады. Мінекей мына жерге іліп қояма. Иә достар, Blackpinktегі Лиза деген әпкеміз осы арқылы әліп сумкасына танымал болып жүрді десек те болады. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандай Лабубу. Бірақ енді мен бұл Лабубуды қимай тұрмын, сонда да камерасы бар ма көретін боламыз. Бұлайша достар, кішкене көзге қорқынышты көрінеді. Менің қорқатыным достар, мынандай бір көз қарас десек те болады. Қараңыздаршы достар, если сіздерге анық көрінсе, мінекей көрдіңіздер ғой, міне шет жақтан қарасаңыздар сіздерге қарағандай болып тұрады. Міне достар, осы мені қатты қорқытты десек те болады. Енді бұны кесіп ашып көретін боламыз. Ё-майё!
Так, өшіреміз. Бізде өлең айтып тұр достар. Лабубуымыз өлең айтады екен. Өзі керемет, тамада болмайсың ба? Жүз білесің ғой. Так, енді бұны ашып көреміз. Қай жағынан бастаймыз? Бізде мынандай пышақ бар достар, қараңыздар. Хоп, үйлеріңізде қайталабаңыздар, бұндай пышақты қолданбаңыздар. Бұл өте өткір деп естідім. Бір қолға да байқалады екен, өте қатты өткір. Қолдарыңызды жарақаттап алуларыңыз мүмкін. Так, достар, бұл ойыншыққа кішкене баға беріп кетейік. Жалпы айтқанда менің ойымша бұл ойыншық қалай айтсам болады достар. Жаңа көргендеріңізде өздеріңіз бұл ойыншықтың көзі қозғалады. Әр жағынан қарасақ достар, қараңыздаршы, көздері қозғалып, кәдімгі қай жаққа қарасаң да ол саған қарап тұрғандай бет жасайды. Ойбай, түр қорқынышты. Так, одан кейін достар, бізге өте қорқынышты тістері, акулайдай тістері бар екен, міне өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай. Короче, бұл жалпы қандай жануарға көрсетуге болады? Ё-мое, достар, мынау үшеу бас айналады. Чотан ба? Ё-мое, достар, қараңыздаршы. Мен саған мынандайды бірінші рет көріп тұрмын. Енді бұны достар қалай оценкаласақ, бұған достар қалай баға берсек болады? Жалпы қуыршақ жұмсақ, қолға жағымды көрінеді, бірақ түрі өте қатты қорқынышты деп айта алмаймын, бірақ қорқыныштылығы бар достар. Үрей туғызады, қарап тұрғандай, ойбай, ондай көзбен қарамас, ондай взглядпен қарамаш. Достар, қарап тұрғандай, короче айтқанда, мінекей қарап тұрғандай, қай жақтан қарасында қарап тұрады ол саған. Енді достар, бұл ойыншықтың түрі қорқыныштылау. Себебі бұл қуыршақты шығарған кезде де мінекей мына жерде жазу тұр, The Monsters деп тұр. Жалпы айтқанда монстрларға арналған кейіпкер қуыршақ бұл достар. Ал енді бісміллә деп бұны ашамыз. Бұда камера бар ма, әлде жоқ па? Мына жерден жырық көрсетеді, құдай сақтасын. Бісміллә деп ашатын боламыз. Менде мынандай пышақ бар. Үйлеріңізде қайтадан қайталамаңыздар. Ал бісміллә деп. Мен өткір екен. Көрейік ал. Хоп, кесеміз. Хоп, кесеміз. Ё-мое, кішкене жыртылып жатыр достар. Так, достар, біз лабубымызды кесуді жалғастырамыз. Хоп. Мінекей. Бұлайнан алайық. Кесіліп бастаған сияқты достар, мінекей. Бізде басы шықты ма? Достар, қараңыздаршы, басы шығып бастады. Хоп, мынаны да кесеміз бұлайнан. Так, мына жақта кесіліп бастады достар, қараңыздаршы. Бірінші біз басын көретін боламыз. Көре тұршы. Мына жағына камера тұрған сияқты. Мына жағына камера тұрған сияқты достар. Достар, қараңыздар, мына жерде сынып тұр. Камерасымен. Ё-мое, ашық қарау керек қой. Достар, мынаны тез ашу керек. Так, мынаны жайлап енді қалай ашсақ болады? Мәс саған. Камера тұр ма не достар? Ё-мое, достар, камера. Лабубудың ішінде камера тұр. Достар, мен мынандайды күтпедім енді. Ё-мое, қалай достар? Так, мынаны до конца ашамыз. Хоп. Бұлайнан ашатын боламыз, қараңыздар. Лабубудың ішінде қалай ол камера бар екен? Ё-мое, мен ондай күтпеген болатынмын. Лабубу жай қуыршақ деп ойладым. Оказывается, қателеспін достар. Ё-мое, қалай болады екен достар ол? Мәссаған. Бізде бұл камера болып шыққанды, бұл бізде дауыс екен ғой. Міне, достар, бұл лабубудың дауысы екен. Бізде камера жоқ екен. Так, ішін көреміз. Мына жақта көз ау деймді. Достар, қараңыздаршы. Мына жақта ешқандай да камера жоқ екен. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай, бұл өтірік болып шықты. Яғни айтқан жалған. Мүмкін оның ішінде